Арғын, Қаракесек, оның ішінде Кәрсөн, Аралбай руының жандар тармағы, Есберген тегі Әлиомар ұлы атамызға және анамыз Жақып қызы Күлия марқұмдарға арналып берілген Құран ас. 27 қыркүйек 2025 жыл. Босаға ауылы. Омар ұлы Әлі. Жақып қызы Күлия. Әлі қызы Жаңылған. Әлі ұлы Ағыспай. Муыт қызы Мәдени. Ағыспай қызы Гүлнафис. Өсербек ұлы Кәріғұл. Әлі қызы Мәрзия. Әлі ұлы Табыспай. Қарашолақ ұлы Ерғали. Әлі қызы Рауза. Ерғали ұлы Талғат. Әлі ұлы Айтбай. Әлі ұлы Айткен. Хамзе қызы Гүлбаршын. Әлі қызы Мария. Тоқтауыс ұлы Масығұт. Ата, сен ойласам, жас толады көзіме. Өкінемін қайғашан ет жүрегім езіле. Арманы жоқ деген ел ардақ тұтып жатса да, көңіл қайтып көсілер, арманды өтер патшада. Жетім қалып бір жас кезде, жалғыздықты көп көрдің, жетерліктей бір басқа, жаһанамды өткердің. Қаршадайдан қан кештің, отпен суды ес қылып, көрмедің ау жан кештім, бұл жалғаннан еш қызық. Көп керек пе қазаққа, оң болса деп сұраймын. Тым болмаса ол жақта, көзі саған Құдайдың.
Умаров Али, 1904 года рождения, казах. Место рождения – Карагандинская область, Щецкий район. До ареста проживал: Карагандинская область, Щецкий район. Аул номер 4. Кем и когда арестован? 2 апреля 1930 года. Каркаралинский ОГПУ. Кем и когда осужден? Тройка при ОГПУ в Казахстане. 16 июня 1930 года. Статья 58.10, 58.3, 58.7, 58.8, 58.11 Уголовного кодекса РСФСР. Осужден к лишению свободы в исправительно-трудовых лагерях на 3 года. Дата и орган реабилитации: 19 апреля 1989 года. Жезказганская областная прокуратура. Причина прекращения дела: указ ПВС СССР от 16 января 1989 года. Батыр атам, сен менің жүрегімде, асыр салып әруағың жүр өмірде. Аруағыңды жырыммен бір нақыштау, арманым да, ойым да, тілегімде. Ұрпағыңа медет бер, ұлы бабам олыңмен, мен бір дараң. Қара жерге өмірім көмілгенше, қасиетті ананың құлы болам.